Әулет бөлімі 32-33 бөлімдері бүгінгі бөлімінде Синаннан айырылып қала жаздаған Доғанның жан айқайын көреміз. Дереу жарылыстан кейін ауруханаға жеткізілген Синанды өзінің інісі Доған ғана аман алып қалды. Дәрігер болса болды, жүректен кетті, қайтыс болды дейді. Бірақ Доған сенбейді. Ал мұнда әкесі өзінің ұлын өлтіргенін естіп шошып кетеді. Жоқ, Синан өлмейді дейді. Ауруханада тұзақтап не істерін білмей жүрген бауыры. Ал мұнда әкесі жылайды. Бұлай болмау керек еді, бұлай болмау керек еді дейді. Бұл істің артында әрине Елмаз тұрғанын білетін Доған оны сұрақ қалады. Сол кезде Елмаз болса, өлетін адам өлді, бәріміз де кезінде топыраққа айналамыз, несіне қайғыра бересің, ол шал ауру еді ғой дейді. Осы кезде Доған ашуланып кетіп, оның жағасына жармасады. Білесің бе, сен менің бауырымды, ағамды өлтіре жаздадың, қандай оңбаған едің дейді. Ал мұнда бұның барлық жоспарын әкесі Тахирдің ұйымдастырғанын Доған әлі де білмейді. Барлық қылмысты Елмаз немесе Шимшекке жаба салады. Алайда барлығын Тахир әкесі еді. Ол Тахирге Елмаз соғып, барлығын Доған біліп қойды дейді. Осы кезде әкесі білсе, сені түрмеге отырғызам деп тағы да қорқытады. Ал мұнда Бехрам не істерін білмей отыр. Қалай болса да ғашығы Махиді құтқарамын деп қаншама ойлар, сұрақтар бастайды. Осы кезде оған қоңырау соғады. Әрине ол прокуратура болған Лейла ханым еді. Ол өзінің кінәсіздігі екенін ақтап алатын, қайтадан бұрынғы Юсуп мырзаның өліміне қатысты. Шагла мен Доған бірге жүріп, ол Елмаздың жарылысты ұйымдастыруына қатысты бір кісілермен сөйлескен және бұйрық берген барлығын осы телефон арқылы біліп алады. Ал Сепа мен оның Алтын деген әпкесі екеуі Шемшектен қатты қорқады. Сол үшін де Гүлшанмен тезірек жақындасып, Гүлшан мен Шемшек араларына не бар және ол не туралы сөйлесті, барлығын біліп ал. Шемшек Синанға қастандық жасаған болуы мүмкін деп айтады. Бұл Шемшектен қатты қорқады. Шемшек деген алдағы уақытта көрсетемін. Ал Елмаз болса, саунаға түскен пайдаланып, оның сыртынан светін өшіріп және есігін сыртынан құлтап кетті. Әрине бұл Доғанның ісі еді. Өйткені Синан ағасынан кек алу үшін осылай жасады. Содан кейін полиция шақырып, Синанды барлығына кінәлі, айыпты екенін көрсетіп берді. Алайда фильм соңында оны да алып тастаймыз. Елмаз емес, өзі түрмеге түсетін болады. Осыдан кейін өзінің ағасына келеді, Синанға барлық жағдайды айтады. Ешқандай да барлығы жақсы деп айтады, десе де жақсы емес. Ендігі өміріне қауіп төніп тұрған жоқ дейді. Кино болғаннан кейін тірі қалу міндетті, өйткені Синан мен Махи алдағы уақытта қосылады, олардың балалары болады. Бірге бақытты болу үшін де тірі қалған болу керек деп ойлаймын. Ал Алтын Бекраммен қосылуы мүмкін. Осы кезде Бекрамға қоңырау шалады. Әрине ол прокуратурадағы Ләйла. Бекрам өте қатты қуанады, өйткені қылмыскер емес екенін Махи мен Шаглаға дәлелдеп көрсету керек еді. Бірақ бәрібір де Тахир мырза бұның алдын алады. Қатты қуанған Бекрам, ертең мен барамын, мен қылмыскер емеспін, 25 жыл бойынғы қылмыскер деген аттан тазарамын деп сонша қуанып, тіпті өзінің қасындағы қызметкерлері Кенджодан барлығынан шиыныстырып қатты қуанады. Есін жиған Тахир, қап, мен кішкене жата қойып едім, барлығы былығып кетті ғой, тіпті менің қылмыскер екенімді айдан анық біліп қоятын болды дейді. Осыдан кейін Ламияға келіп, сен барлығын ретте деп бұйрық береді. Содан кейін барлығы ауруханада отырады. Ал мұнда қызметші Нұргүл Сепа мен оның Гүлшанның арасындағы сезімдерін көріп, қайғырып, тіпті қызғанып, жылап кетіп бара жатыр. Өйткені Сепаға қатты және өлердей ғашық еді. Сепа бұның барлығын білсе де өзін қызғандыру үшін әдейі жасап жүр. Ал Нұргүлдің інісі Прат, саған не болды? Саған біреу тиісті ме? Әлгі Сепа саған бұрын қылмыскер болған үшін деп тиісіп жүр ме деп сұрақтан салады. Бірақ барлығынан құтылып кетеді. Жоқ, мен сабақ бойынша өзім қиналып жүрмін, сабақ оқи алмай жүрмін. Соңғы кездері үйдегі проблемадан көз ашпай қалдық деген секілді ағасын алдап қойды. Алайда олай емес еді. Бекрам Синанның әйелі Алтынды шақырып алып, сенің некеңе бомба қылатын бір жаңалық айтамын дейді. Жоқ, мен сені тыңдамаймын дейді.
бері кел, сенің күйеуіңнің баласы бар, яғни Махинур екеуінің арасында бала бар деп әңгіменің шындығын айтады. Ал мұнда Махинур әпкесін және бір баланы құтқару үшін тағы да Доған мен Мелек, Доған мен Шагала екеуі осындай бір кешке келеді, өте әдемі киініп келеді, өте бір-бірлеріне жарасады. Бұны қызғанып тұрған әрине Доғанның алғашқы махаббаты. Бұл алғашқы махаббатының бір баласы бар, бұрын күйеуде болған. Сонда да әлі де Доғаннан дәмеледі, яғни Доған өзіне қарайды деп үміттенеді. Алайда Доған өзінен жас Шагаладан көз алмай әлдеқашан ғашық болғаны белгілі. Синаның баласы бар екеніне сенбейді. Бұл мүмкін емес, сен өтірік айтасың деп Бекрамға әрден сенбейді. Бірақ ол бала қыз ба, ұл ма деп тіпті артынша сенеді. Егер ұл болса, мен барлық нәрден айырыламын деп тағы да айтады. Осыдан кейін Бекрам келісімге келейік, біз одан бұрын тауып алайық баланы дейді. Ал мұнда осы бір нейрохирург бар екен. Осы нейрохирургты әлгі балаға ота жасауға келістіреді. Әрине бұл Шагаланың ісі. Ал мұнда Тахирге жаман хабармен келетін қызметшісі, өйткені жаман хабар Эльмаз мырза ұсталды деп айтады. Осы кезде шошып кетеді. Неге ол ұсталды деп Юсуптың ісі бойынша қайта басталмақ деп барлық айтады. Ал мұнда Мелек пен Маки бір-бірін түсінісіп жүр. Әрине түрмеде хабарласады ол Синанға, Синан ағасына, біз сені жақсы көреміз дейді, Синамызды сұлуларым дейді. Осы кезде бір ерекше байланыс бар, құдды бір отбасы секілді, анасы, қызы және күйеуі, әкесі деген секілді. Осылай үшеуі сөйлеседі, өте керемет сәт. Ал мұнда Шагала мен Доған бір-біріне қашық көздермен қарап және билеп барлықша көңіл көтереді. Доғанды биге алғашқы махаббаты шақырады, бірақ Доған бармайды. Осылайша екеуі қоштасып, көңілді бір кеш аяқталады. Осы бір кеште бір-біріне тағы да ғашық болғаны көрінеді. Өте әсерлі сәтті осы жер еді. Әкесінің ісі қайта ашылып және ол сотқа міндетті түрде Доғанда қатысады және Доғаннан кейін Бекрамда сөзге келеді. Осы жерде ол прокуратура Лейлямен кездесіп, бүгін барлық жайтының анықталатыны және әкесінің шынайы кім өлтіргені белгілі болатын үшін қатты қуанады. Алайда Бекрам тағы да сатып кетеді, яғни Бекрамның шын есімі Бердан. Ол сұрақ кезінде өзінің нағыз қылмыскер Юсупты өзі өлтіргенін айтып, істі жауып тастайды. Осы кезде прокуратура Лейля ханым түсінбей қалады. Тағы да қате, бұл әрине Махи үшін жасалған тұзақ еді. Бұны Тахир көндірген болатын. Барлықты қылмысты өзінің атына алса, Махиді босататынын айтқан. Содан кейін прокурордың өзі шығады, барлығы аяқталды, сенің әкең өлтірген Юсуп Бердан екен, яғни ешқандай да қылмыс қайтадан ашылмайтын болды дейді. Осы кезде қатты қайғырады Шагала. Сен сатқынсың, Бердан аға емессің, сатқынсың. Неге бұлай істедің маған? Неге бұлай? Махиді құтқаруымыз керек еді ғой. Сен мені тағы да сатып кеттің, сатқын деп қатты айқайлады. Ал Бердан ағасы өзін қатты жайсыз сезінеді, өйткені өзі де қапалы еді. Сипаға есі сонша кеткен Нұргүл оған ұрсып қызғанып, тіпті ешкіммен қатысынсыз оны еріксіз түрде сүйіп алады. Осы кезде екеуі бір-бірінен сағызға таласып тұрған кезде Нұргүлдің інісі Прат осы үйде қызметкер еді. Әрине ол көріп қойып, Сипаның түгін қоймайды. Сол кезде не істерін білмей Нұргүл, барлығына мен кінәлімін, мен бастадым, Сипаның ешқандай қатысы жоқ деп ақталады. Сонда да Прат Сипаны өлтіргуге тырысады. Сен әйелің бар, не істеп жүрсің, жас қызға тиісіп дейді. Аға, араласпа, барлығы менің кінәм, мен өлерде оған ғашықпын деп Нұргүл ағынан жарылып өзінің шындығын айтып қояды. Еңсесі түсіп кеткен Бердақ не істерін білмей өзін осылайша көрсетеді. Ал мұнда Шагала ашуланып әлі басын алмай, бұл қалай болғаны, біз не істедік, біз қай жерден қателестік, барлығы жақсы келе жатыр еді ғой деп Доғанмен сөйлесіп келеді. Осы кезде артынан әрине
бердақтың артынан түседі. Содан кейін ол кіммен кездескенін көргенде шок болады. Әрине ол Тахир еді. Тахирдің алдында кездескен Махинур үшін әрине барлығы қажыл Махинур үшін келіскен болатын. Осылайша Шагла мен Дуганның алдында Бердан мен әрине Тахирдің кездесуі көрінеді және осы жерде бас иген Бердакты тағы да көреді. Барлығының артында бір ғана адам, әрине ол Дуганның әкесі еді. Жалғасы бар.